Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз өте жұмсақ, нәзік, дәмі өте керемет шығатын сүзбелі печенье пісіретін боламыз. Ыдысымызға 200 грамм сүзбені саламыз, және де 100 грамм жұмсақ сары май, бір жұмыртқа салып, араластырып аламыз. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұр. Енді үстіне 100 грамм шекер саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі массаға келтіреміз. Үстіне 200-250 грамм ұнды електен өткізіп саламыз, және де бір шай қасы қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Енді қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Егер сіздердің сүзбелеріңіз сулы болса, ұн көбірек кетеді. Қамырды илеп болған соң, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Қамыр дайын болды, енді формаға келтіретін боламыз. Мен қамырды 2 жуалыға бөліп жайдым. Қамырды дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз. Өз қалауыңыздағы салманы салсаңыз болады, ал мен кокосовый стружки және сахар септім бетіне. Енді мен арнайы осындай ирелік кескішпен кесіп алдым. Егер сіздерде бұндай болмаса, жай ғана пышақпен кессеңіздер де болады. Негізі бұл печеньенің дайындалу жолы өте оңай, бар жоғы 20 минутта дайын болады. Дәл видеодағыдай орап формаға келтіретін боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, және де видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар, лайк басып, коммент жазып, қолдап жүріңіздер. Міне барлығы дайын, табаға салдым. Бетіне ешқандай жұмыртқа ештеңе жақпаймыз, жай ғана пешке пісіріп аламыз. Міне осылай әдемі болып қызарғанша 170 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Әсемдік үшін қант ұнтағын сеуіп, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сіздер де жасап көріңіздер.